Қайда жасың 18-ді, қылғын 48-ді. Мынакін жанды ғой. Ассалаумағалейкум, қалай інім? Уағалейкумассалам. Ау 45-те қойған ауыр негізі өтірік қой. Өкімет алдайды бізді 60 болып тұр ғой. Әй, өкіметтік айтесің, жүр. Құдалық бар еді, әпшелердің соған бір киім-кешектеріңіз бар ма? Міне інім, мынау новинка келді. Лоро пиано, шалбар узкий болып жүреді, четкий модельде, молодежный, притальный. Болмайды бұл, андай ақ көйлек бар ма? Ала ерінде төс қалтасы бар, телефон сақ қояды. Сондай керек еді. Інім, мен сені түсіндім, общем, мыналар киіп көрсе сенің образыңда бар. Ана Жамиланы естідіңіз ба? Қызы тұрмысқа шыққан еді ғой. Сонан бірінші күйеуі өліп, сол Жамила өлтірді, соны тағы бір күйеуі тауып алыптымыш. Күйеу баланы тұрып бір жүгілуге ұқсай ма бір. Болмайды анау не болсын, соның тойы ғой. Пайда салайшы деген ғой. Қалай мына образ өзіңе ұнады ма інім? Зор болып тұр ше. Зор болды ма? Мыналарды көр енді, бұның астында ше, мынау четкий тұрады. Мынау зор екен ше. Ана Серіктің баласын естідіңіз ба? Көтеріліп бір машина беріп жатыр еді үйдегілерге. Ақыры салды ол, жеген екен ғой. Ол әулетіме сондай ше, папасы да сондай еді ғой, бірден ұрлап жүрмесе болмайтын. Мынау өліп жатады, ерден құдалықта. Жыртпайын ба әпшелермен? Інім, сенің биіңе дейін ескі екенше. Ей, әдем, рахмет, жақсы. Анау Жамила мен Серіктің баласының тағдыры маңыз болып кетті ғой, бля. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Інім, кел, қалай болды той? Ой, той қайнады. Бір құдашаға билеймін деп барғаным қарамады ше. Құдағылар қарады ғой. Ана құдағи көзін қысады, мынау көзін қысады. Ол күйеу бар екен, ол көзін қысты. Одан мен көзім қыстым ғой. Бірақ қайнады ше. Айтпақшы, машина алдым деді мен. Молодец, құтты болсын. Қандай машина алдың? Қызыл Opel алдым ғой. 89 жылғы. Кеше бұзылып қалды, сол ремонтта тұр. Ремонтта шықсын. Біраз жерге барамыз ше екеуміз. Қай жаққа барамыз? Клубқа ма или шомылуға ма? Клуб емес, Арыстан бабқа барамыз. Біз бұл қорды жасап өтіп кеттік қой да. Сен қай жылғысың, інім? 2007-мін мен. Сен 2007 болып Арыстан бабқа барсаң, мен сол жаққа барып жатады екенмін де, общем, айтпақшы, інім, Серіктің баласы не болды? Айтпақшы, соны айтайын да мен. Ақыры шықты ол түрмеден. Сатпаған нәрсе сол. Нөл болды жағдай. Полный сат, зорға шығарып алды ғой. Соған айтпақшы, образ жинау керек еді маған. Соны үйіне барып, сарағаш тауып алып, жерге телефон сақ қойып, Opelмен бар, үйін алдына тоқтап, сарағаш ашып, майлықтың қандай екенін көрсету керек болып тұр оларға. Менен сәл басылды ғой. Сол деңгейдің не екенін түсіндіру керек болып тұр. Соған образ жинап берші маған. Болды, мен сенің образыңды білемін, жаным. Білесіз қоя, айтпай қоя ма? Айтпай-ақ қой. Қалай, інім? Ой, зор болып тұр ше. Мен телефонды алдым, суымды алдым. Байлық не екенін көрсеттім оларға жақсы да. Өздерінше кіші болып. Байлық, бордовый Opelмен өлшенетін болған ба, Құрметті достар, Аман келді көшесі бар ғой Жетіседағы. Әжібек көшесіне қиылысы. Сөрген Мираксиордың атынан осылай подаркымыз тағайын деп жатырып, қасында столы бар, қиылысында. Жерге қоясыз өне. Осы столдың қасында лапиктің қасына тықып кеттік. Тауып алыңыздар. Сәттілік, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Алға Қазақстан. Ал келесі экспонат бұл жаз бойы ешқайда қыдырмаған, дем алмаған, құл болып жұмыс істеген, көлдің не екенін білмейді, тауға шықпаған, әбден үйінде жатып, мынау таза құл болған адам ғой. Не істейміз, бір жерге алып барамыз ба? Жата берсін. Жата берсін бастап. Жарайды. Келесі экспонат мынаны қарайын.